Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Алия, Мерей, және де біздің жаңа қызықты видеомызға қош келдіңіздер. бүгінгі бізде челлендж арзан немесе қымбат заттарды салыстырып және де табатын боламыз. Бұл видео бізде өте қызықты болайын деп тұр, сондықтан да видеоны соңына дейін көр. Және де осы видеоны сіздер көп комментарияға жазғансыздар, соның ішінен осы челленджді таңдап алған болатынбыз. Бұл челленджде біз қазір арзан және де қымбат затты салыстырамыз, және де екеуміз қайсы арзан, қайсы қымбат екенін табатын боламыз көзімізді жұмау арқылы. Ал ендеше видеоны тез бастайық. Ал бізде ең бірінші зат ол әрине де чипсылар. Сондықтан өздеріңізде біліп тұрған шығарсыздар, қайсы қымбат, қайсы арзан болатынын. Қазір біз біреуіміз көзімізді жұмып, қайсы қымбат, қайсы арзан екенін табамыз. Мен қазір көзімді жұмамын, Алия болса осы екі чипсының қайсы қымбат, қайсы арзан екенін жасыратын болады. Бұл жақта бізде көп тұрғандарыңыздай Лейс қымбат, ал мынау Фан болса арзан болып саналады. Сонда бағасын айтып кететін боламыз. Және де өздеріңіз байқағандай, мына жақта бізде Лейс сырдаммен, Фанда сырдаммен екеуін әдейі бірдей қылып алған болатынбыз. Қазір Мерейге табу қиынырақ болу үшін. Кейін айырмашылығын таба аламын екен Мерей. Ал бірінші мен Мерейге қазір мынау дәммен беретін боламын. Міне. Және де өзіме комментарияда айта кетті. Тәтті ғой, Лейс. Келесі. Өзімді аша берейін. Енді сен дәмдерін көрдің, қалай ойлайсың? Қайсы арзан, ал қайсы қымбат? Менің ойымша біріншісі ол Лейс болды, өйткені бірінші чипсы ол прям сочный болды да, күшті болды, короче. Ал екіншісі Фан деп ойлаймын, кішкене приправасы аз. Но екеуінің де дәмі бірдей, қатты ұқсайды. Но біріншісі Лейс деп ойлаймын. Сенің жауабын біз көрермендермен айта кетейік. Сен жауабың қате болды. Біріншісі Фан болған болады, ал екіншісі болса Лейс болды. Сонда саған Фандарың ұнап тұр ма? Бірақ шын айтайын, мынау Фанды ала беріңіздер, өйткені дәмі мынадан қарағанда күштірек. Және де бағасы да Фанның тиімдірек Лейстен қарағанда. Енді біз қазір Лейс пен Фанды салыстырып жеп көретін боламыз. Сіздерге бағасын айтып кетеміз. Ал енді бағасына келетін болсақ, қазір айтатын боламын. Бізде чипсы Фан 205 теңге, осы чипсы Лейс, ол бізде 370 теңге. Бағасы кәдімгідей бар. Мен енді Лейстің дәмін көрдім, Фанның дәмін көрейін. Саған қайсына? Керісінше Лейстің дәмі күштірек сияқты. Маған негізі Лейс ұнап тұр, білмеймін, Мерейге Фан ұнап тұрған сияқты. Маған Фан ұнап тұр, білмеймін. Лейс та Фан да негізі бірдей болып тұр, дәмі айтшы. Жақтан қарағанда негізі ондай айырмашылық жоқ, екеуінің де дәмі бірдей. Сондықтан да біздің ойымызша арзан да, қымбат та нормально болды. Тиімдірегін қаласаңыздар, әрине де Фан дұрыс. Ал енді келесі раундқа кеттік. Келесі бізде ол осындай M&M'стер. Қараңыздар, мынау бізде оригинальный M&M's кәдімгідей қымбатқа жатады. Ал мынау бізде оның поделкасы, бірақ бұл да M&M's тоже сондай. Бұл бізде арзан. Енді бұларды дәмімен айырмашылық бар секілді. Қазір енді көретін боламыз. Мен қазір осылардың қайсы екенін табатын боламын. Ал давайте бірінші ашып аламыз екеуінде. И мынаны ашамыз. Достар, қараңыздар, мынау бізде қымбаты, мынау бізде арзаны. Қараңыздар, екеуінің айырмашылығы ондай қатты жоқ. Бірақ та оригиналда түсі қанық, ал мынаның түсі уже кішкене бледный екен. Ал енді дәмдерінен айырмашылық бар ма, соны Алиядан қазір білеміз. И давай ма. Дәм онша емес, но кажется арзан сияқты. Мен таптым, короче. Бірінші жегенім менің арзан болды, ал екіншісі қымбат болды. Дұрыс па? Дұрыс. Қарап түстерін. Дәмдерінде кәдімгідей айырмашылық бар. Мен біріншісін жегенде қаттырақ екен ол. Біріншіден және де дәмі де бір онша емес кәмпиттер барға. Солар сияқты. Ал M&M'сте дәмі өте күшті и жұмсақ болды тістегенде. Ал енді қазір мен көретін боламын. Мінеки бізде екеуі бірдей болып тұр. Бірақтан қазір айырмашылықтан көреміз. Айбай, Қатты, қатты екен поделкасы. Бұл раундта бізде Алия екеумізге де M&M's ұнады, M&M's өтті, потому что поделкасы вообще ұнамады. Ал енді бағаларына келетін болса, бізде мынау поделкасы 100 теңге тұрады бар болғаны, ал мынау M&M's'ің өзі 230 теңге тұрады. Сонда айырмашылығы 130 теңге.
Бірақтан әмімнен салған дұрыс деп санаймыз. Дәмі жақсырақ, мынаны алудың қажеті жоқ. Ал енді келесі раундқа кеттік. Ал енді су ішетінімізге уақыт келді. Біз көп нәрсе жедік, сондықтан да шөлдеп кеттік. Қазір мына жақтан өздеріңіз көріп тұрғандай бізде арзан және де қымбаты тұр. Мынау бізде арзан Lemon Fresh. Ал мынау бізде қымбаты. Өздеріңіз де көріп тұрған шығарсыздар, түрлерінен де қайсысы қымбат, қайсысы арзан екенін. Қазір осыны енді салыстыратын боламыз. Дәмдерінен ұқсай ма екен, немесе мынау күштірек екен. Және де бұның да дәмдерін бірдей қылып алдық. Екеуі де мохито, лайм қосылған, және де дәмдерінен айырмашылық болмайтын сияқты. Қазір салыстырып көреміз. Стаканға құйып алатын боламыз. Давай сен аны аш. Мен ашам. Осыларды ашу маған қиын ше. О. Негізі мынаның көлемі үлкенірек, мынадан қарағанда. Иә. Мінекей, мынау бізде арзан сусын. Мынау бізде қымбат сусын. Уже түрлерінен де көрініп тұр. Короче, мынау сусын бізде прозрачный. Ал менікінде болса, прям мутный, аппақ болып тұр. Иә, сары, мутный болып тұр. Қараңыздар, өздеріңіз де көрсеңіздер болады. Қазір енді дәмдерінде айырмашылығы бар ма екен, соны көреміз. Мерей сенің көзін жұматын кезегі. Енді Мерейге жасыратын боламын, қайсысын беретінін. Қазір сіздерге айтамын. Осыны беремін. Шесін тұранжағы. Менің ойымша, біріншісі ол осы болды, қымбат сусын, ал екіншісі ол осы арзан сусын болды деп ойлаймын. Өйткені мен бірінші ішкенде оның газы қаттырақ болмады, ал екінші ішкенде оның газы қаттырақ болды. Біз мынау сусынды құйған кезде өздеріңіз де көрген шығарсыздар, мынау сусынның газы қаттырақ екен, ал мынакі көп емес. Иә, дұрыс айтасың, сен дұрыс таптың. Біріншісі ол қымбат болды, екіншісі арзан болды. Кәне енді дәмінен көрейік айырмашылықты. Негізі айырмашылық ондай қатты вообще жоқ. Просто газдарынан шығар деп ойлаймын. Иә, мынада газ көбірек екен. Шынымен де. Бірақ мынаның дәмі бір тәттірек, иә. Дәмі күшті екен де. Мынада газ көбірек, сондықтан да шығар. Бірақ особо бұл жақта да айырмашылық көріп тұрған жоқпыз. Бағаларына келетін болсақ, Lemon Fresh'in бағасы 215 теңге, мохитоның дәмі 310 теңге тұрады. Сіздер егер қатты газдалған сусынды ұнатпасаңыздар, мынаны ішсеңіздер болады, өйткені мынада газ көп емес, а мынада газ көп. Маған осы сусындардан екеуі де ұнады, потому что вообще айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Егер де енді тиімдісін қаласаңыздар, әрине мынаны алған дұрыс. Келесі біздің раундымыз. Бұл раундта біз осылай келешке жейтін боламыз. Мына жақта бізде менде қымбаты тұр. Бұл бізде хрустим. Мына жерде бізде арзаны тұр. Бұл бізде болжау. Енді осының дәмдерін көреміз. Хрустимнің көлемі үлкенірек. Дәмдері кішкене басқашалау, потому что екеуін бірдей дәм тапқан жоқпыз. Екеуін қолыма алып алдым. Мына бізде хрустим, мына бізде болжау. Жаз ауызға сал. Екінші жегенім қаттырақ болды. Біріншісіне қарағанда, біріншісі оңай болды жеу, ал екіншісінде қаттырақ болды. И дәмі де бір ерекше болды. Екіншісі мынау, иә. Мен ойымша екіншісі мынау болды, біріншісі мынау болды. Дұрыс. Басында да негізі айырмашылық болды. Иә, мынау. Ана тұр шоқтырды, сопа. Бірінші жұмсақ андай. Жұмсақ емес енді андай, иә. Оңай жеңілді. Бірақ дәмдері прям қатты ұқсайды. Дәмдері кәдімгідей ұқсайды. Енді осы келешкалардың бағасына келетін болсақ, бізде осы болжауымыз 55 теңге тұрады. Бар болғаны 55 теңге. Ал екіншісі хрустим болса 115 теңге тұрады. Бағалар негізі дұрыс. Мына мысалы 55 теңге тұрады, өйткені бұл 40 грамм. Ал мына болса бізде 75 грамм тұрады. Үлкенірек әрине, сондықтан да бағасы да қымбатырақ болады. Сыртқы келбетіне келетін болсақ, мынаның түрі, конечно, әдемілік болып тұр. Қараңыздар, хрустим көзге прям бірінші болып түседі, и осыны алғым келіп тұрады. Ал мына болса, қарап тұрсаңыздар өздері мутный, ішін ашсаңыздар тоже мутный. Короче, бітірлі болып тұрады. Бізге ұнағаны ол хрустим, иә. Енді келесі раундқа кеттік. Ал бізде ең күшті сәтке келдік. Біз қазір осы екі плиточный шоколадтарды қайсысы қымбат, қайсысы күшті екенін анықтаймыз. Менің қолымда тұрған әрине де ол арзаны, осы бізде хорошая компанияның шоколады. Менде болса, осындай Alpen Gold. Бұл бізде қымбат шоколадқа жатады. Екеуі де молочный шоколад және де арахиспен бірге. Шайып. Екеуі де былай ашылады. Мінекей. Мынау бізде арзан, мынау бізде қымбат, және де артын қарасаңыздар, мына жерде арахистер көп, мына жерде қатты білінбейді. Бізде де арахистер бар, арттары бірдей.
алдары осындай. 4 неден тұрады екен жолдан, ал сенгі 3. Ал енді мыналардан кішкене бөлігін алып, мереге жасыратын боламын. Бірінші шоколад ол бізде осы. Екінші шоколад бізде мынау шоколад. Обе. Мен сразу таптым. Қайсы қандай шоколад екенін, олардың көреміне де банасы и дәмдері де шықтым анық. Біріншісі ол бізде әрине де қымбат, екіншісі арзан. Дұрыс таптың сенде. Бізде біріншісі Альпенгольд болған болатын, ал екіншісі хорошая компания шоколады болған. Мен сразу жеген кезде мынаның прям қымбаттың дәмі сочный екен, прям ауызым прям барлық күшті болып кетті. Ал екіншісі ол бізде кішкене слабыйлау, және де білмеймін, дәмі қатынаған жоқ маған. Енді маған өте қызықты болып тұр. Қайсысы қандай екенін қазір мен де дәмдерін көретін боламын. Альпенгольд прям жұмсақ күшті шоколад, ал мына болса прям қатты екен. Арахистері қандай екен? Арахиске келетін болсақ, бізде Альпенгольдтың арахисі прям өзімен бірге жұмсақ күшті екен да, ал мынакі өзімен бірге қатты сондай. Альпенгольдтың дәмі қатты шығып тұр. Қазір енді мынау хорошая компанияны көремін. Дәмдері кәдімгідей бөлінеді екен. Дәмдерінде кәдімгідей айырмашылық бар екен. Альпенгольдтікі әрине де жақсырақ болды. Мына хорошая компанияның шоколады онша қатты ұнамады. Альпенгольдтың бағасы 265 теңге, ал бізде хорошая компанияның 175 теңге тұрады екен. Менің ойымша, сіздер егер де осы екі шоколадтың біреуін таңдасаңыздар, осы Альпенгольдты таңдағандарыңыз жөн. Өйткені сапасына да келетін болса өте жақсы. Сапасына тұрарлықтай болған. Ал бізде соңғы раундқа да келдік, достар. Соңғы раунд бізде йогурттарды салыстыру болады. Мына жақта менде қолымда чуда йогурты, бұл бізде қымбат. Ал менің қолымда нежныйдың тоже құтынай түрмен осындай йогурт. Менің ойымша йогурттарда айырмашылық особо болмайды деп ойлаймын. Қазір енді көреміз. Негізі нежныйдың йогурттары сапасы да жоғары. Бір натуральный зақты, Мына жақта ең бірінші салыстыра кететін зат ол түстеріне йогурттардың. Екі йогуртты бірде ашқанда сразу көрінетіні ол түстері. Қараңыздар, бізде нежныйдың түсі прям анық, ал мынанікі болса кішкене осындай анық емес деу, бірақ та мынау натуральный йогуртқа ұқсайды. Және де өздеріңізде көріп тұрғандай, чуданың ішінде құлпынайдың кішкене кружкалары жүр, ал мынау нежныйда ешқандай кружка жүрген жоқ. Мен қазір көретін боламын. Жақсылап араластыра аламыз екеуінде. Мынаны беремін. Бұл негізі кішкене қиянақ. Бұлардың дәмдерінде айырмашылық жоқ сияқты. Бірақтан біріншісінің дәмін көргенде дәмі прям яркий, күшті шықты да, сол ұнады маған. Ал екіншісінде болса, әшейін бір красивый сияқты ма, білмеймін, бір нәрсе шықты, бірақ тәтті болды ол да. Менің ойымша біріншісі чуданікі секілді. Более натуральный шықты дәмі. Иә, бізде біріншісі чуданікі, екіншісі нежныйнікі. Қазір менде дәмдерін көретін болам. Сондай негізі жаман емес, бірақтан чудан қасында бір басқаша дәм болып кетті, Мынау прям натуральный йогурт сияқты, ішінде вообще кружкалармен бірге күшті екен. Мынанікі бір сұйық болып қалады, мынаның қасында мынанікі прям күшті екен. Чуданікі күшті, нежныйнікі енді кішкене не натуральныйға ұқсайды. Ал енді бағаларына келетін болсақ, бағалардың айырмашылығы қатты емес. Бізде чуданікі 150 теңге, ал нежныйнікі ол бізде 100 теңге. Бағасы бар болған 50 теңгеде. Бірақ та мынаның дәмі гораздо күштірек мынанікіне қарағанда. Ал енді достар, бізде осы челленджіміз аяқталды. Егер де сіздерге ұнаса және екі жүлдесін қаласаңыздар, осы видеоның астына 5000 лайк жинаңыздар. Сіздер тез арада 5000 лайк жинайтындарыңызға сенеміз, сондықтан да екінші бөлімін қаласаңыздар, жинап тастаңыздар. Сіздерге қайсысы ұнады, арзан немесе қымбат? Соны да комментарияға жазып кетіңіздер, бізге оқыған өте қызықты болады. Арнаға тіркелуді ұмытпа, сонымен қатар колокольчикті басып кет, бірінші болып видеомызды көру үшін. Сіздермен болған біз Алия Мери. Келесі видеода жолыққанша. Пока-пока.